Достар, сіздермен өте нәзік әрі тез дайындалатын, құрамы да қарапайым медовый торттың рецептісімен бөліскім келеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен 2 жұмыртқамызды жарып алып, үстіне қант қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Бұл массаның үстіне сары майды саламыз. Майымыз міндетті түрде бөлме температурасында болуы қажет. Холодильниктен шыққан май және де сұйық май жарамайды. 2 ас қасық бал салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Кастрюльге суды қайнатып, оның үстіне жаңағы массамызды қойып, міндетті түрде араластырамыз. 1 ас қасық ас содасын алып, үстіне уксус кішкене құйып, одан кейін жаңағы массамыздың үстіне салып, тағы да барлығын жақсылап араластырамыз. Міне сонда бізде осындай масса пайда болды. Бұның үстіне ұнды сеуіп, араластырып, қамыр елеміз. Қамырымыз міндетті түрде осындай пластилин тәрізді болу керек. Бұл қамырды 3 сағатқа холодильникке қатырып қоямыз. Міне видеода көріп отырғандарыңыздай қамырымыз қатты. Егер де сіздердің қамырларыңыз жұмсақ болатын болса, тағы да 1-2 сағаттай ұстасаңыздар болады. Бұл қамырды алып 9 бөлікке бөліп аламын. Пергамент қағазының үстіне ұнды сеуіп, қамырымды бірден осы қағаздың үстіне жайып аламын. Бұл жерде қамырдың пішіні маңызды емес, себебі бұл коржымыз піскеннен кейін бірден артынан кесіп алатын боламыз. Сондықтан да барлығын осылай жайып шықсаңыздар өзіңізге ыңғайлы болады. Өзіме ыңғайлы болу үшін барлығын осылайынан жайып дайындап аламын. Бұл корждар духовкада 180 градуста 3 минут пен 5 минут аралығында піседі. Міне бірінші коржымызды салдық, ол бізде осындай золотистый түсті болды. Осындай ыдыстың көмегімен кесіп домалақ пішінді қылдырып аламын да, коржымызды ақырындап жинай бастаймыз. Мен кремді сгущенкамен сметананы араластырып жасадым. Кремдеріңіз өте сұйық болмауы қажет. Торттың үстіне шоколадный глазурьмен сәндедім. Тортты қарапайым классикалық түрде де жасауға болады, алайда мен өзіме ұнаған ингредиенттерді қостым. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет, астарыңыз дәмді болсын.